Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері армысыздар. Бүгін 31 қаңтар сенбі, тақырып тағы да Украина соғысы жайында. Кеше ақш президенті Дональд Трамп Ресей президенті Путинге Киев пен Украинаның өзге де қалаларын атқылауды бір аптаға доғару туралы ұсыныс айтқанын және Кремль басшысы оған келіскенін айтып мәлімдеме жасады. Украина президенті Зеленский де Трамптың бұл ісін құптады. Күн қатты суытуына байланысты президент Путинге Киев және басқа да қалаларды атқылауды апта бойы тоқтата тұр деген жеке өтініш айттым. Бұл жай ғана суық емес, рекордтық шамадағы аяз. Олар бұрын соңды мұндай суыққа кездеспеген. Сондықтан президент Путинге Киевке және басқа қалаларға апта ішінде шабуылдама деп өз атымнан қолқа салдым. Ол бұған келісті. Шынымды айтсам, оның мұнысы маған өте ұнады деп жазды Дональд Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында. Қазірше Ресей тарапы бұл мәлімдемеге байланысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Ал Украина тарапы болса Ресейдің әуе шабуылдарын бір аптаға тоқтата тұратынына сенімсіздікпен қарап отыр. Ал Майдан даласындағы соғыс әлі де жалғасып жатыр. Дегенмен соңғы кездері дәл осы энергетикалық бітім мәселесі екі ел арасындағы өзекті түйін болып тұр. Біріккен Араб Әмірліктеріндегі кездесуде де осы мәселе айтылған. Яғни Ресей тарапы Украинаның әлеуметтік нысандарына соққы беруін тоқтатса, Украина Ресейдің мұнай өңдеу, мұнай айыру зауыттарына соққы беруін уақытша тоқтатады. Мүмкін бұл келісім уақытша жай ғана келісім болып көрінгенімен, бұл шын мәнінде алдағы уақытта Ресей мен Украина арасындағы жасалатын келісімдерге негіз болып қалуы да ықтимал дейді сарапшылар. Өйткені 4 жылға жуық уақыт жалғасқан соғыста тараптар арасында кішкентай болса да мұндай келісімдерге келу процесі болмаған деп отыр. Сонымен қатар Еуропа елдері қазір 2027 жылға дейін Ресей газынан толықтай бас тарту туралы шешім қабылдап үлгерді және Ресейдің көлеңкелі флоттары арқылы шетелге мұнай тасымалдау ісіне шектеу қою үшін ашық теңіздерде Ресей кемелеріне болған бақылауды күшейтетінін де мәлімдеп жатыр. Жалпы Біріккен Араб Әмірліктеріндегі үш жақты кездесудің пәтуаласқан уағдасы бойынша тараптар 1 ақпанда қайталай кездесіп келіссөз мәселесін ары жалғастыруы тиіс. Қазір батыстың ақпарат құралдарының дерегіне қарағанда тараптар көптеген мәселелерде бірауызды пікірге келген. Дегенмен Донбасқа иелік ету мәселесі әлі де таласты түйін болып тұр. Жалпы не үшін тараптар Донбасқа тістей жабысып қалды? Оның да әртүрлі себебі бар. Украина үшін Донбас қазіргі ең маңызды бекем шеп болғалы тұр. Яғни Украинаның ең маңызды бекем бекінісі осы Донбас өңірінде. Егер Украина осы Донбас өңірін тастап шегініп шығатын болса, алдағы уақытта Ресейдің қайта шабуыл бастаса, Украина даласына қарай ішкерлеп енуіне даңғыл жол ашылғалы тұр. Өйткені Донбастан бері қарайғы өңірлерде Донбастағыдай бекем шеп жоқ. Ал Ресей үшін алғанда Донбасты әкімшілік шекарасы бойынша босатып алу біздің соғыстың мақсаты орындалды. Міне біз Донбасты толық азат еттік деп сыртқа да ішке де жар салуға тиімді болғалы тұр. Оның үстіне Донбас өңіріндегі байлық та екі тарап үшін айрықша маңызды. Әсіресе Донбас өңірінің көмірі бүкіл әлемге әйгілі десек қателеспейміз. Бірақ соғыстың 4 жылға жуық уақытқа жалғасуына байланысты екі тарапты да қажытты. Ендігі мәселе соғысты ұзаққа жалғастыру үшін кімнің төзімділік танытатынында, яғни кімнің экономикасы соған шыдастық береді, сол соғысының соңына дейін жалғастырушысы болып саналмақ. Бірақ қазір екі тарапта титықтады. ақш Украинаға қуатты қолдау көрсетуін үлкен жақтан тоқтатты. Еуропа елдерінің көмегі Украинаға қанша уақыт сүйеу болады деген мәселеде қазіргі күдікті тақырып болып тұр. Ал енді Ирандағы жағдайға келсек, кеше Дональд Трамп Иран басшыларымен жасырын келіссөз жүріп жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар ақш таяу шығысқа әлі де жойғыш ұшақтарын, соғыс кемелерін топтастыруды әлі де жалғастыруда.
яғни таяу шығысқа өзінің ең озық қаруларын, сайлауыт сарбаздарын жеткізіп үлгірді. Ал Иран тарапы болса, біресе Түркияға, біресе Ресейге шапқылап жанталаса әрекет етіп жатыр. Дегенмен сарапшылар ақш Иранға сөзсіз соққы жасауы мүмкін. Егер Иран осыдан бұрын ақш алға қойған шарттарды орындамаса, онда ақштың Иран аумағына соққы жасайтыны айдан анық деген болжамды айтып отыр. Оның үстіне соңғы күндері Израиль әуежайларында да белсенділік арта түскен. 12 күндік ұрыс кезінде де Израиль әуежайында дәл осындай қалыпсыз әрекеттер байқалған болатын. Әрине, әскери сарапшылардың көбі ақш соншама қыруар техникасын таяу шығысқа текке тасып апарған жоқ. Бұл жолғы ақштың саясаты Иранды бір жағына шығаруға бағытталып отыр деп санайды. Сонымен қатар қазір ақш Кубаға да қысымды арттыра түсті. Атап айтқанда, Кубаға сырттан тасымалданатын мұнайларға да шектеу қоя бастады. Кейбір деректерге қарағанда, Кубаның ел ішіндегі мұнай қоры елде қамтамасыз етуге 10-15 күнге жетуі мүмкін. Яғни Венесуэладан кейін ақш Кубаға әртүрлі жолдармен қысым жасай отырып, Куба билігін ауыстыруға әрекет етіп жатыр. Ал алдыңғы күні Марко Рубио мәлімдеме жасап, егер Венесуэланың жаңа басшысы ақшқа қарсы әрекет ететін болса, онда ақш қару қолдану ісін де жоққа шығармайды деп мәлімдеді. Демек, ақш өз саясатын жүзеге асыру үшін қару сілтеуге де дайын отыр. Әрине, Куба тарапы қазір ақшқа қатаң мәлімдемелер жасап жатыр. Дегенмен Кубаның экономикалық жағдайы мәз емес, бірақ Куба Венесуэла сияқты оңай беріле қоятында ел емес. Үлкен жақтан алғанда, Трамптың әпербақан саясаты әлемдік тәртіпті жаппай өзгерту үстінде. Трамптың тариф саясатын қайта-қайта құрал ретінде қолданып, өзінің одақтастарына да құқай көрсетуі әлемдік жіктеліске де жік түсірді. Атап айтқанда, соңғы кездері Трамптың әділетсіз саясатына байланысты Канада мен Ұлыбритания Қытайға бет бұра бастады. Қытаймен жаңа келісімдер жасасып жатыр. Осыған байланысты кеше Дональд Трамп Канада мен Ұлыбританияның бұл қадамын қауіпті қадам деп атады. Ал шын мәнінде осыдан бұрын Канада мен Қытай бір-бірімен қырбай мүйіздесіп тұрған елдердің бірі болатын. Алайда осыған дейін ақшпен жақын қарым-қатынас ұстанып келген Канада соңғы кездері Трамптың саясатына байланысты Қытаймен болған саясатына өзгерістер енгізе бастады. Біріккен ұлттар ұйымынан шегінем деп құқай көрсетіп және көптеген қаржыларды төлемеуіне байланысты қазір Біріккен ұлттар ұйымы да үлкен дағдарысқа тап болды. ақш Біріккен ұлттар ұйымынан басын ала қашқаннан кейін өзге елдерде Біріккен ұлттар ұйымына төленетін жарналық қаржыны да төлемей отырған көрінеді. Демек, қазір Біріккен ұлттар ұйымының да шаңырағы шайқалу үстінде. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.